Бір адам таңғы намазды мешітте оқу үшін ұйқысынан ерте оянды. Ол дәретін алып, киініп мешітке жол алды. Бірақ жолда ол сүрініп, киімін былғап алады. Ол киіміндегі лайды қағып, үйіне оралып, сосын дәретін алып, киімін ауыстырып, қайтадан мешітке бағыт алады. Бірақ дәл баяғы жерге келгенде ол тағы да құлап қалды. Сосын киімін ауыстырып, тазалану үшін тағы да үйіне қайтты. Мешітке бара жатқан жолда ол шам ұстаған бір кісіні кездестірді. Ол кісіден неге жүргенін сұрағанда, ол былай деп жауап берді: «Мен сенің жолда қалайша 2 рет құлап қалғаныңды көрдім. Сондықтан жолыңды жарық етейін деп шам алып келдім». Адам оған рахметін айтты да екеуі мешітке бет алды. Азан шақырылғанда өзіне жақсылық жасаған кісіні бірге намаз оқуға шақырды. Бірақ әлгі кісі келіспеді. Адам оны бірнеше рет шақырды. Бірақ ол кісі айтқанынан қайтпай тұрып алды. Адам оған неге намаз оқығың келмейді деп сұрақ қойғанда, әлгі «Мен шайтанмын» деп жауап берді. Адам қатты таң қалды. «Онда неге маған көмектестің?» деді. «Сені 2 ретте мен сүріндірдім. Бірінші рет сүріндіргенде үйіңе қайта барып, дәрет алып тазаланып қайтқаныңда Алла сенің барлық күнәларыңды кешірді. Сонда да мен сені тағы да сүріндірдім. Бірақ бұл да сені тоқтата алған жоқ, және сен тағы да мешітке бағыт алдың. Сол кезде Алла сенің отбасыңның бар күнәсін кешірді. Егер сен тағы бір құлап қалсаң, Алла сенің бүкіл ауылыңның күнәсін кешіріп жібере ме деп қорықтым. Сондықтан да сені мешітке аман-есен жетіп қалуыңды қадағаладым» деп жауап берді шайтан. Алланың мейірімі шексіз. Ол тәубасына келген кез келген адамның күнәсін кешіреді.